Жылан қабықты жігіт ертегісі. Баяғыда бір әйел болыпты. Жасы жер ортасына ауғанда, ойда жоқта ұл тауыпты. Мұндай ұлды туғаннан тумағаны жақсы еді. Сорлы әйелге Құдай тағала жылан бала сыйлаған екен. Бірақ ана үшін баланың бәрі бірдей, әлгі әйелде жылан баласын жақсы көріп, еміреніп, емізіп, мәпелеп өсіріпті. Күтімі келіскен жылан бала дені сау, тәні мығым болып ер жетіпті. Күндердің бір күнінде жылан адамның даусымен тіл қатып, шеше, патшамызға барып, менің жылан ұлым сенің сұлу қызыңды, жалғызыңды сұрайды, үйленбек ойы бар деп айт дейді. Шешесі шошып кетеді. Сұмдық-ай, жылан бала патшаның қызына үйленем дейді. Бұдан да сұмдығы жыланның адам даусымен сөйлеуі. Енді қайттым. Ұлы бар да бар деп маза берер емес. Әйел патша мені өлтіреді ғой десе, ұлы құлақ аспайды. Ақыры әйел батылданып, патша сарайына келеді. Патша оны шақырып алып, саған не керек кемпір деп сұрайды. Ай, жылан ұлым мазамды алып бітті, сіздің қызыңызға үйленем дейді деп кемпір барлық жайтты әңгімелеп береді. Патша оның айтқанын еш таңырқанбай тыңдап алып, былай дейді. Менің бұрынғыдай айбынды, қуатты емес екенімді бәрі біледі. Мына жақтағы күшті көршім қыспаққа алып тонап бітті. Міне қазірде ол елшісін жіберіп, 3 жұмбақ айтыпты. Жұмбақтың шешімін таппасам, ол басы бүтін жаулап аламын. Ұлыңа айт, сол жұмбақтың шешімін тауып, патшалығымды аман алып қалса, қызымды беремін. Таппаса амал жоқ. Бірінші жұмбақ, ол патшаның бір үйір жылқысы бар. Солардың ішінен енесі қайсысы, құлыны қайсысы соны ажырату керек. Екінші жұмбағы, патшаның келсабы бар екен. Сол келсапта 1000 қарыс былғары ойып беріп жіберу керек. Ал енді үшінші жұмбағы, оның патшалығында бір аймақ сусыз шөлігіп отырған көрінеді. Соларға су көзін тауып беру керек. Ай, сорлаған басым, арылмас сордан деген осы деп ойлаған кемпір дедектеп үйіне қарай жүгіреді. Ал қалай, бірдеңе бітірдің бе деп сұрайды жылан баласы. Немді бітірейін, мен сорлы дейді шешесі. Ерні кезеріп, ентігіп демалып тұрып. Ажалың жетті, басқа не деймін деп еңіреп жылап жібереді. Жылама да қорықпа дейді жылан. Бұл патшаның маған әлі келмейді. Шешесі оның сөзіне жынды-адамша күліп, ай, саған жорғалаған жыланға әлі келмейді дейді. Жоқ, әлі келмейді дейді жылан. Ай, әлі келмейді десең тыңда деп кемпір 3 жұмбақты айтып береді. Жылан тіпті ойланбастан қазір патшаға барып, патшам, кеңесшіңді көрші патшалыққа жіберіп сәлем айт. Келсаптан былғарының үлгісін ойып көрсетсін, және оның ені қандай болатынын айтсын. Үлгісін ойып көрсете алмаса, өзі елге күлкі болады. Сосын жылқыларын үйіріне 3 күн су бермей шүйіркесін. 3 күннен соң суға жібергенде, бірінші кісінеген жылқы енесі де, қалғандары баласы болады. Ал адамдар шөлден азап шеккен сусыз аймақта пәлен жерде емен өсіп тұр. Сол еменнің түбін қазса су шығады дегенді айт дейді шешесіне. Шешесі патшаға жөнеледі. Келсе сарайдағылардың барлығы үмітін үзіп отыр екен. Қанша қамығып, қайғырып отырса да, кемпірді көріп бәрі мазақтап күледі. Ал жыланның жауабын естісімен бәрі кемпірге иіріліп ізет қылып,
төрге шығарып құрмет көрсетеді. Елшілерге жұмбақтардың жауабын айтып, оларға кеңесшіні қосып жібереді. Сөйтіп, жауыз патшаны тақырға отырғызады. Пәлден құтылған патша сөзінде тұрып, сарайға құтқарушысын шақырады. Дәу жылан жорғалап сарайға келеді. Оны зор құрметпен қарсы алады. Барлығы жыланға жылы шырай танытып, ізет көрсетеді. Қуанғаннан емес, әрине, қорыққаннан. Жыланды сұлу ханшаның қасына отырғызады. Содан той басталып кетеді. Қайғыдан қан жұтып сұлу отыр, мұңға ұқсап сөзден қалған. Тағдырдың жазуы осылай болса, не шара? Құрметті менің тыңдармандарым, ертегінің жалғасын ертең тыңдайтын боласыздар. Ертегім ұнаса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.